Қазақстанда 1 қаңтардан бастап нелер болады? Барша қабардар болсын. Сәлеметсіздер ме, қымбатты көрермен, біздің арнамызға қош келдіңіз. Және Қазақстанда болып жатқан жаңалықтарды біріншілерден болып білу үшін біздің арнамызға жазылыңыз. Видеомыздың астына бір дана лайк және жазылу түймелерін басыңыз, қолдарыңыз қабатуланың қабырғаларына тиісін. Біз сізге ең жақсы жеткізуді жалғастырамыз. Ендеше біз бастадық. Қазақстанда 1 қаңтардан бастап саусақ іздерін тапсыруға міндеттеледі деп хабарлайды агенттік тілшісі. Міндетті дактилоскопиялық тіркеу Қазақстанда 2024 жылдың 1 қаңтарынан басталады. 12 жасқа дейінгі балалардан басқа Қазақстан Республикасының барлық азаматы және Қазақстанда тұрақты тұратын шетелдіктер дактилоскопиялық тіркеуге жатады. 12 жастан 16 жасқа дейін балалар тіркеуден ерікті негізде өтеді деп хабарлады Ішкі істер министрлігінің баспасөз қызметі. Саусақ іздерін алу халыққа қызмет көрсету орталықтарында жеке куәлікті, паспорты, шетелдіктің елде тұруға ықтиярхатты және азаматтығы жоқ адамның куәлікті ресімдеуі кезінде жүргізілетін болады. Саусақ іздері жеке куәлік, телқұжат, шетелдіктер үшін елде тұру ықтиярхаттарын және азаматтығы жоқ адамдар үшін тиісті құжаттарын алу кезінде қолданылады. Көбірек адам хабардар болу үшін видеоролигімізді достарыңызға таратуды ұмытпаңыз, қымбатты көрермен. Алайда жақсылықты тарату оны жасаумен тең.